Но я бы хотел сегодня несколько слов сказать по-казахски. Сегодня у меня был один ақсақал, старый коммунист, казак, длинной бородой, сақал кініге түскен, ол маған былай деді. По-моему, это переведет наш профессор, юрист, потом он переведет. Маған айтты, желдіріп 70-ке келдің, секіріп 80-нен өт, 90-да тоқтама, 100-ге барғанда ақылдасамыз деді. Вы поняли меня, Вот, да? Ондасын. Сол туралы вот наши пожелания, жарашады вам всем. Желдіріп 70-ке келіңдер, 80-нен секіріп өтіңдер, 90-да тоқтамаңдар, 100-ге бергенде бәріміз ақылдасып келеміз.